Ассалямалейкум. Аса қадірлі, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла неге үнсіз? Дұғаңды тоқтататын бес қате. Жылап сұрадың, бірақ жауап жоқ па? Себебі осы. Сен дұға жасап жүрсің. Бірақ жауап жоқ. Уақыт өтіп жатыр. Ал Алла үнсіз сияқты. Мүмкін сен осы бес қателіктің бірін жасап жүрген шығарсың. Бір себеп – харам ризық. Ауыздан шыққан дұға таза. Ал қарын хараммен толы. Ондай дұға қалай көтеріледі? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям хадисінде: адамның ішкені, жегені, кигені харам болса, дұғасы қалай қабыл болсын? Тексер. Табысым адал ма? Біреудің ақысын жеп жүрген жоқпын ба? Дұға тек тілмен емес, өмір салтымен жасалады. Екі себеп: күнәде жүріп дұға күту. Алладан сұраймыз. Бірақ сол Алла тыйым салған істерді тастамаймыз. Намаз жоқ. Ғайбат айту. Күнә қалыпты нәрсе. Алла Құранда: Алла сабыр етушілермен бірге дейді. Тәубе жоқ жерде қабыл болуы да жоқ. Үш себеп: асығыстық дұғаның қабыл болмауының ең үлкен себептерінің бірі. Сен дұға жасадың. Бір күн өтті, жауап жоқ. Бір апта өтті, өзгеріс жоқ. Сосын сен айттың: мен дұға жасадым, бірақ қабыл болмады. Міне, дәл осы сөз дұғаны тоқтатады. Дәлел: Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям айтқан: адам мен дұға жасадым, бірақ қабыл болмады деп асықпаса, дұғасы қабыл болады. Асығу Аллаға сенімнің әлсіреуі. Сабыр қабылдың есігі. Алла дұғаны қалай қабыл етеді? Алла ешқашан дұғаны жауапсыз қалдырмайды. Ол үш түрлі жолмен жауап береді. Бір, дәл сұрағаныңды береді. Екі, сен сұрағаннан да жақсысын береді. Үш, ақыретке сауап ретінде сақтап қояды. Бірақ адам тек біріншісін күтеді. Ал қалған екеуін қабыл болмады деп ойлайды. Қателік қай жерде? Неге әлі жоқ? Неге кешікті? Басқаларға берді ғой. Бұл сабыр емес. Тәуекел емес. Толық сенім емес. Алла кешіктірсе дайындап жатыр. Алла тоқтатса қорғап жатыр. Сабыр деген не? Сабыр үндемей отыру емес. Сабыр дұға жасап, Алланы жақсы оймен күту. Сабырсыз дұға әлсіз. Сабырмен жасалған дұға қабылға жақын. Алла жоқ демейді, ол уақыты бар дейді. Сен асықтың, ал Алла мәңгілікті ойлайды. Кешігу қабыл болмау емес. Егер дұғаң қабыл болмай жатқандай көрінсе, Алланы кінәлама. Асығуыңды тексер. Себебі сенген жүрек ешқашан асықпайды. Кешігу қабыл болмады деген сөз емес. Алла уақытпен емес, хикметпен береді. Алла жоқ деп айтпайды. Ол күте тұр дейді. Төрт себеп: Алланы жеткіліксіз тану. Сен сұрап тұрсың. Бірақ кімнен сұрап тұрғаныңды толық білесің бе? Көп адам дұға жасайды, бірақ Алланы құдіретті деп сезбейді. Оның қабыл етуші екенін жүрекпен мойындамайды. Алланың көркем есімдерімен дұға ету. Әл-Муджиб — дұғаны қабыл етуші. Әл-Мужиб. Сұрағанымды кешіктірсең де, жауапсыз қалдырма. Жауабыңды көрмесем де, жүрегіме тыныштық бер. Сен дұғаларға жауап берушісің. Әмин. Әр-Раззақ — ризық беруші. Я Алла. Ар-Раззақ — ризықты молынан беруші. Менің күшім аз, бірақ сенің қазынаң шексіз. Ар-Раззақ. Маған адал әрі берекелі ризық нәсіп ет. Күтпеген жерден есіктер аш. Таршылықты кеңдікке ауыстыр. Ризықты көбейтте. Сонымен бірге шүкір ететін жүрек бер. Бергенің сынаққа айналмасын. Ал алмағаның қорған болсын. Сен Ар-Раззақсың. Ризықты күтпеген жерден бер. Берекемді арттыр. Адал жолдан айырма. Сен ризықтың иесісің. Әмин. Әл-Қадир — барлығына күші жетуші. Я Алла. Әл-Қадир — барлығына күші жетуші. Мен үшін қиын болған нәрсе, сен үшін оңай. Мен жол таппай тұрмын. Ал сен барлық жолды ашасың. Әл-Қадир.
Қолымнан келмегенді құдіретіңмен жеңілдет. Жабық есіктерді аш. Үмітсіз жүрекке күш бер. Егер сұрағаным мен үшін қайырсыз болса, одан алыстат. Ал қайырлысын күтпеген жерден нәсіп ет. Сен әл-Қадирсің. Қолымнан келмегенді құдіретіңмен оңай ет. Үмітсіздікті сенімге ауыстыр. Сен барлық нәрсеге күші жетушісің. Әмин. Құранда: маған дұға етіңдер, жауап беремін. Алланың көркем есімдерімен жасалған дұға әлсіз болмайды. Мен сұрадым ғой, неге әлі жоқ? Бір апта өтті, жауап жоқ. Хадисте: адам мен дұға жасадым, бірақ қабыл болмады деп асықпаса, дұғасы қабыл болады. Алла ерте береді, кешіктіріп береді. Немесе одан да жақсысын береді. Кешігу бас тарту емес. Бұл жерде әл-Мужиб есімінің мәні. Әл-Мужиб шақырғанға жауап беретін, тілекті естіп қана қоймай, уақытымен орындаушы Алла. Құран мағынасы: маған дұға етіңдер, жауап беремін. Бұл есім үміт үзілген сәтте айтылатын есім. Жауап кешіксе де, есік жабық емес екенін еске салады. Ар-Раззақ есімінің мәні. Ар-Раззақ ризықты себепсіз де, күтпеген жерден де беретін, әр жаратылысқа жететін Раббымыз. Құран мағынасы: күдіксіз Алла Ар-Раззақ, құдірет иесі. Бұл есім табыс тоқтағанда, береке азайғанда, қарыз қысып тұрғанда айтылатын есім. Ризық тек ақша емес, тыныштық, денсаулық, дұрыс мүмкіндікте ризық. Сондай-ақ әл-Қадир есімінің мәні. Әл-Қадир ешбір шектеусіз, барлық мүмкін емес деп көрінген нәрсені де іске асыра алатын Алла. Бұл есім тығырықта, шарасыздықта, мүмкін емес деген сәтте айтылатын есім. Құран мағынасы: ақиқатында Алла барлық нәрсеге құдіретті. Әл-Қадир есімімен қалай дұға ету керек? Бір үмітсіздікті таста, Аллаға күмәнді емес, сенімді таңда. 2 Алланы мадақта. 3 пайғамбарға салауат айт. 4 Әл-Қадир есімімен нақты сұра. 5 тәуекелмен аяқта. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям былай деген: Аллаға дұға еткенде толық сеніммен сұраңдар. 5 себеп: жүректің өлі болуы. Тіл сұрап тұр, ал жүрек сенбейді. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям: Алла немқұрайлы жүректен шыққан дұғаны қабыл етпейді. Дұға тек сөз емес. Дұға жүректің айқайы. Егер дұғаң қабыл болмай жатса, Алланы кінәлама. Өзіңді тексер. Себебі Алла ешқашан әділетсіз емес. Сеніңше, осы 5 себептің қайсысы көп адамға кедергі болып жүр? Комментарийге нөмірін жаз. Егер жүрегің тыныштық іздесе, егер иманыңды күшейткің келсе, осы каналда қал. Алланың көркем есімдерімен жүректі тірілтеміз. Алла разылығы үшін дайындалған видеоларды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп, қоңырауды қосып қойыңыз. Жүрегіңіз нұрға толсын.